Балғыншақ бөбекжай тәрбиеленушісі Есенгелді Омар, әкесі Абатов Жолдығали, анасы Жапалақ Ажпар және қызым Көркем. Бүгін бізде шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала сайысына қатысып жатырмыз. бүгінгі сайысымыз балама қамшы өруді үйретемін. Балам, ана қамшыны алып бере қойшы. Ой, рахмет. Мынау түйін, мынау өрім, мынау алақан, мынау сап. Қамшы бұл күн көркі жалы, ертің көркі қамшысы деген халқымыз. Қамшы бұл жай ғана құрал емес, сонымен қатар ер жігіттің айбаты. Кел, мен саған қамшы өруді үйретемін. Мен саған көрпе тігуді үйретейін, иә? Бұл бізде оюлармен көмкерілген көрпе. Маған жүнді әкеліп бересің бе? Рахмет, қызым. Қамшыны өргенде қайыспен және қайысты сулап өріледі. Бұл 8 өрім. 8 өрімді бұлай мына жақ соңғысын аламыз. Астына тартып, екеуін үстіне жібереміз. Екеуін астына жібереміз. Она что, не сливаться? Мен көрпе тігіп отырмын. Очень нравится. Қарап. Әкеш. Мне нравится. Вот так, верно? Міне балам, жаңа өрген 8 өрім қамшымыз дайын болды. Мама, бермеші? Ерінбей, қолының еңбек еттен ерінбей, тояды қарның тіленбей деген қазақтан мақал бар. Ендеше еңбекпен өскен ұлттың еңсесі биік болады. Еңбек етсең бәрін жеңбек. Әкесі, енді сіз бата беріп жіберіңіз. Ниетің ақ болсын, еңбегің жарқ болсын. Өнерің өрістеп, мәртебең биік болсын. Қамшың киелі болсын, өмірің жүйелі болсын. Бақытты бол балам. Әумин.